Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін біз биогумус жайлы айтатын боламыз. Алдыңғы видеода, бүгін күнді айтып өте салайын. Бүгін 31-7-2020 жыл. Мен бұны біз 4-ші айдың 13-ші күні бастаған болатынмын. Мына жерге аттың қиын тастап, соған шыбалшаңдарды салып, осы мынан астында шифр бар, шифрдің үстінде жаңағы өздеріңіз көргендей сол күйі тұр. Тек қана осының үстіне мен су құйып отырдым, болды. Қазір енді шыбалшаңдар көбейіп, жан-жағына шығып, мына жер шифр емес жердің өзін алып қарайтын болсақ, мына жердің өзінде толып жүр, көбейіп кеткен. Жан-жағына шығып бара жатыр үш. Мына жердің астына кіріп барадыр. Ал мына шөптің асты әбден азайып қалған енді. Шөп қалыңдап кеткен. Бұны біз жаңағы ылғал ұстап тұру үшін тастаған болатынбыз. Ішіндегі аттың қиын бәрі уже отырған. Мұнан ұстап қарасақ, міне. Мынау бізде кәдімгі биогумус. Қанша ай болды? Аз ғана уақыт болды. 4-ші ай, 7-ші ай, 3 ай, 4 айдай болып жатыр ғой. 4 айдай болып жатыр шамасы. Соның өзінде міне кәдімгі биогумус. Осыны енді шыбалшаңдардан айырып, мынаны кептіретін болсақ, осының өзі биогумус болып табылады. Кептіріп жаңағы сеткадан өткізіп, тазалап сата беруге болады. Мына жерде енді аз шығады, өйткені көп тастаған жоқпын. Мына жерде уже біз аттың қиы деген нәрсе жоқ мүлде. Кәдімгі биогумус десек те болады. Мынаны кептірсеңіз бір-біріне жабыспайды. Бірақ 3 ай азау. Қанша көп тұрған сайын соншалық сапалы болады екен бұл. Сондықтан тұра берген дұрыс деп ойлаватым. Әлі де жүр, ішінде сулап қоямыз. Ылғалдандырып. Мына шөптің өзі де бұларға азық болып табылады ғой, жалпы суланып тұратын болса. Жай оның өзіне де көше береді. Ал енді жаңа шыбалшаңдарды мына биогумустан қалай ажыратып алуға болады деген сұрақ туындайды. Енді оны мен өзім қолданатын тәсілді айтып өтетін болсам, мынаны мен жанына үйіп қойған болатын, артылған көң болатын, мына жердің барлығына су құйылып жатқан жердің бәрі. Осыны енді дәл осыны алып үйіліп тұрған болатын негіз бұл. Ана үш бұзық әбден үстінде ойнап шашып тастаған. Алып, мына жерін кішкене ашып, мына шөпті ашып, осымен бірге былайынан Г-образный қылып үйіп қойсам, мынаны сулап отырсам, ана жақтағы шыбалшаңның барлығы осыған қарай өздері ақ көшіп өтетін болады. Сонымен ар жақ тазаланады, ары кеткенде бір 2 ай, 3 ай или 1 айда тазаланып өтуі де мүмкін. Егер мына жақ болды дейтін болсақ, солай істеуге болады. Бірақ бұл жақты да әлі де жалпы маған мен үшін жүре берген дұрыс сияқты, ол жақта да, бұл жақта да үстін осылай малдан қалған шөппен, кез келген нәрсемен ылғалды ұстап тұру үшін жауып қоюға болады. Көріп тұрғандарыңыздай, міне осылай биогумус жасай беруге болады. Ауылда да, кез келген жерде. Өзіме де ұнап тұр қазір. Міне кәдімгі қап-қара қара шай сияқты болып тұр ғой, жалпы кептірсеңіз сондай болады. Айырмашылық бар кәдімгі мынау қарамен. Мына жерде суланып тұрған екеуін алып қарайтын болсақ, міне айырмашылық бар. Мынамен екеуінің айырмашылығы бар. Шыбалшаңдар жүрен.
осы жерге тастай салайын, кішкене жүрсін. Бәрі. Міне осы шлангымен кішкене ылғалдатып қойып сулай береміз. Мұнан енді бүгінгі күніме осыны жақсылап бір жерге үйем. Бұлайынан мынаған қосып жіберем, мынау дайынға. Сосын үстіне сулап тұрсам болды. Бұны да тағы бір 3 айда анау сияқты өңдеп тастауға болады. Алдында бұның барлығын апрельде мусорға шығарып атқанбыз. Күн сайын қаптап, 2 қап, 3 қап, күн сайын емес, аптасына 1 рет келеді. Сол кезде шығарып тұратын. Одан кейін осыны қолға алып, әні бастап отырмыз енді. Жалпы енді бұны өзіміздің бау-бақшаға, гүлдердің түбіне пайдалануға болады деп айта аламын. Міне кешегі көңді жинап, бұрынғысына қосып қойдым жалғап. Енді осыған өздері былай мына жаңа көңге көше береді ақырын. Бірақ та әлі қазір көшет деп айтамаймын, өйткені мына жердің өзінде әлі жеткілікті бізде азық. Анау шөптің өзі бар, қураған. Оның өзінің арасында сулап қойсақ, шіріген жағдайда оның өзі де бізде биогумусқа айнала береді. Оны да азық ретінде шұбалшаңдар пайдалана береді. Мына жердің барлығы негізі мал ұсталынғаннан кейін жердің бәрінде көң болғандықтан шұбалшаңдар әр жақ қарап тарап жатыр негізі. Әр жерді қазсақ, сол жердің өзіне шыға береді. Міне мына жерді қазсам, жеріне кіріп кеткен. Міне. Осы алаңның барлығында почти шұбалшаңдар шығып кеткен ғой. Мынадан шығып, асып, әр жерге жайылып кеткен. Өйткені мына жердің бәрі оларға азық ретінде пайдалануға болады. Мына жерді көрейік. Бұл жерде де солай шығар. Міне жүр біздің шұбалшаңдар. Көбейіп кеткен. Мына жерді ұстасам кәдімгі жұмсақ. Іріп кеткен сияқты болып тұр да. Шашылып тұр. Өте көп десем де болады мына жерде. Міне осылай енді ақырындап мынаның ішіне де көше беретін болады.
Кейін қыста осының үстін мынау сияқты шөппен жауып тастап, немесе бір нәрсемен жабу керек, үстін қалыңдатып сәл. Суық өтпейтіндей қылып. Әйтпесем қыста өліп қалуы мүмкін. Оған дейін көре жатармыз. Қазірше осы дарбыздың қабықтарын барлығын тастай беруге болады екен. Арбуздың қабықтарын жақсы жейді екен. Міне бұрынғы көң мына жерде жатыр. Қайда төмен отырып қалған. Шөптің барлығын негізі сулап тұру керек екен. Қанша сепкенмен ортасына қарай дұрыс ылғал бармай жатыр.